біздің осы Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінде сақталған құнды жәдігерлеріміздің бірі Қажымұқан атамыздың өзінің қартайған шағында киген екен осы жаңағы тымағымен таныстырсақ деп едік. Енді сіздер білесіздер, бұл қазақтың ырымында ер адамның бас киімі, ер адамның кеуде киімдерінің барлығын қадірлі, қасиетті деп есептеп, оны көрінген жерге тастамай, оны аяққа баспай қадірлеп ұстаған екен. Соның бірі негізінен көп жаңағы бас киім жағы, тымақ. Мысалы, тымақты арымдап қазақтар кезінде жаңағы шала туған балаларды осы тымаққа салып жаңағы асыраған екен. Жаңағы неше күн бала күн бұрын туса, уақытына жетпей, сонша күн тымаққа салып жаңағы керегеге қойып жаңағы балаларын тымақта асыраған екен. Одан кейін тағы да ырымдар бар екен, осы ауылдың сыйлы адамдарын, танымал, иманды, парасатты адамдардың тымақтарын сұрап алып, жаңағы өздерінің балаларын соған салып асырап, жаңағы сол адамның батырлығы, сол адамның жаңа даналығы, ақылдылығы берсін деген ниетпенен сұрап алған екен. Сол сияқты мына тымақта Қажымұқан атамыздың осы тымағы жаңағы Забира Құлымбетова деген кісінің айтуы бойынша жаңа оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылының тұрғыны, сол кісінің айтуы бойынша сол кісінің әке шешесі кезінде балалар тұрақтамай жаңа шетіней бергеннен кейін осы атамыздан барып осы тымақты қалап тұрып сұрап алған екен. Сөйтіп жаңағы балаларымыз осы кісі сияқты атақты, балуан, мықты азамат болып өссін деген ниетпен сұрап алады. Сөйтіп жаңағы сол кісілерден бала шағалы кейіннен аман есен ер жетіп, жаңағы былайша айтқанда үлкен семья болып, әулет болып тараған екен. Содан кейін осы тымақты сол ауылдың, жаңағы көрші ауылдың адамдары кезектесіп сұрап алып, былайша айтқанда жанұядан жанұяға, семьядан семьяға беріліп, осы тымақты сол өңірдің адамдарын барлығы жаңа балаларын салып өсірген дейді. Бұл енді тымақты бізге 1994 жылы Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз осы музейге әкеліп өткізген екен. Енді біз сіздерге бұл тымақты біздің қорда жаңағы құнды жәдігер болып есептелгеннен кейін бұны біз тек қана осындай бір мейрамды күндері, атаулы күндері ғана жаңағы таныстыруды ұйғардық. Екінші жағынан бұл жаңағы мына жастарға жаңағы үлгі болсын, жаңағы жастардың тәрбиесіне әсер етсін деп жаңағы қазіргі кезде біз білеміз, мына заманға байланысты көптеген ырымымыз, ата бабадан қалған ырымдарымыз ұмытылып бара жатқан, өздеріңіз байқап көріп жүрсіздер, қазір жастарымыз жаңағы бас киімдерін теріс киіп, қисайтып киіп алып жүргеніне сол себепте осы біздің ата бабамыздың ырымдаған бас киімдерінің қадір қасиетін кетпеусін, соны қайтадан қолға алайық деген ниетпенен осы жаңағы сіздерге атамыздың тек қана қазаққа ғана таныс емес, бүкіл әлемге аты шыққан атамыздың осы бас киіммен таныстырсақ деп, тағы да бір ерекшелігі бұл тымақтың өте құнды жәдігер. Бұл тек қана біздің осы орталық музейде ғана сақталған құнды жәдігердің бірі болғандықтан осы тымақпен сіздерді таныстыруды ұйғардық.